Сәлеметсіздер ме оқушылар? 8-ші сынып биология тақырыбы терінің құрылысы мен қызметі, оның маңызы. Оқу мақсаты терінің құрылысы мен оның бөліп шығаратын маңызын сипаттау. Бағалау критерийі: терінің құрылысын біледі, терінің қызметтерін түсінеді, терінің бөліп шығарудағы маңызын бағалайды. Тері арқылы қандай заттар бөлінеді? Тері арқылы бөліп шығарудың ағза үшін маңызы неде? Тері дененің сыртқы жабыны. Тері негізгі 3 қабаттан тұрады: сыртқы қабаты, нағыз тері қабаты және шел қабаты. Сыртқы қабаты дегеніміз бұл эпидермис. Көп қабатты эпителий ұлпасынан түзіледі. Оның терең қабатында пигмент болады. Терінің түсі осыған байланысты. Екінші, ортаңғы қабаты дерма немесе нағыз тері орналасқан. Онда жүйке талшықтарының ұштары мен қан тамырлары орналасқан. Дерма тірек қызметін атқарады. Ол терінің созылмалығы мен мықтылығын қамтамасыз етеді. Ал шел қабаты терінің ең терең қабаты, ол дәнекер ұлпасынан тұрады. Тері қабаттарының ерекшеліктері: үстіңгі қабат өлі жасуша, жаңару, қорғаныш, бояғыш, пигмент, меланиннің болуы, күн сәулесінің әсер етуі. Екінші, ортаңғы қабат дәнекер ұлпа, қалың, теріге серпімділік қасиет беру. Қан тамырлар, жүйке талшықтар, май және тер бездері, шаш түбірі. Тер бездері тер бөлу, салқындау, ысып кетуден сақтау. Шел қабаты майдан тұрады. Ішкі мүшені қоршау, ағзаны сыртқы ортадан оқшаулау арқылы дене температурасын реттеу. Емізік шелі қабат бұл эпидермиске жақын бөлігі. Тығыз дәнекер ұлпасынан тұрады. Қан тамырлары, лимфа, жүйке тамырлары орналасады. Эпидермисті қоректендіреді. Осы қабаттың емізік тәрізді өсінділерінің болуына байланысты терінің бедері әртүрлі болады. Терінің қызметтері: жабын мүшесі бүкіл денені жабыны, мықты және серпімді болып келеді. Қорғаныш мүшесі бүкіл ұлпалар мен мүшелерді механикалық зақымдану, ауру тудыратын микробтардан қорғайды. Терідегі қоңыр пигмент ағзаны ультракүлгін сәулелердің артық мөлшерінен қорғайды. Сезім мүшесіне келетін болсақ, теріде қысымды, ауырғанды, суық пен жылуды сезетін рецепторлар болады. Олар адамды жарақаттанудан, күйеуден сақтайды. Дене температурасының тұрақтылығын сақтаушы. Бөліп шығару мүшесіне келетін болсақ, ағзадағы мөлшерден артық тұздар мен су, аздаған СО2 тері арқылы төмен бөлініп отырады. Тыныс алудың тек 5% ғана жүзеге асырылады. Қор жинау май жасуынығында жүзеге асырылады. Жаңа сабағымыз бойынша талдау тапсырмасы. Бірінші, дермада қан тамырлары мен лимфа тамырлары неліктен көп орналасқан? Екінші, затты ұстаған кезде оның қатты немесе жұмсақ, жылы немесе суық екенін сеземіз. Осы үдерісті талдаңыз. Оқушылар, бүгінгі жаңа сабақ бойынша бір ауыз сөз әдісімен жаңа сабақтан алған әсерлеріміз туралы айтып шығайық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.